Баршаңызға қайырлы күн. Менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге іш өткенде дәрі іздемей-ақ үй жағдайында емделу жолдарын ұсынамын. Менің каналыма жазылып, лайк басып, қолдап кетіңіздер. Іштің бұзылуын медицинада диарея дейді. Оған шалдыққан адамның ішінен жиі сұйықтық өтеді. Диарея жеке сырқат деп саналмайды. Дәрігерлер оны тек белгілі бір себептердің салдары деп қарастырады. Дегенмен, оның да өзіндік зиянды тұстары бар. Іш өту немесе ас қорытудың бұзылуы өмір бойы әр адамда жиі кездесетін өте танымал ауру. Көбінесе біз оған мән бермейміз. Шын мәнінде асқазан ішек жолдарының бұндай бұзылуының бірнеше себептері болуы мүмкін. Олардың кейбіреулері өте ауыр, яғни ауруды бастамау үшін емдеуді уақытында бастау маңызды. Бірінші әдіс: бір стакан таза күрішке 7 стакан салқын су құйып, оны жай отта қайнатамыз. Күріш піскеннен соң оны жылы күйінде сүзіп алып, жарты стаканнан әр 2 сағат сайын ішіп отырамыз. Екінші әдіс: бір уыс жуғаның сыртқы қабығын блендермен ұнтақтап, оған 1 литр су құйып, қайнатып, кіріскісінше 10 минутқа қайнатамыз және су оғанша қоямыз. Кейін 30 минуттан кейін сүзіп алып, оның тек жарты литрін күн жағына жай ұрттаммен ішіп бітіреміз. Үшінші әдіс: 1 литр қайнаған суға жарты қасық тұзбен 6 қасық шекер салып, жақсылап араластырып, 1 тәулік бойы ішіп шығамыз. Төртінші әдіс: қою қара шайға 1 қасық бал салып, күн жағына ішіңіз. Бесінші әдіс: анар қабығы. Керемет антисептикалық бактерияға қарсы қызмет атқарады. Оны дайындау үшін термосқа жарты литр қайнаған су құясыз. Оған 1 ас қасық ұнтақталған анар қабығын салып, қақпағын мықтап жауып, шамамен 4 сағаттан соң дайын болады. Бұл тұнбаны сүзіп алып, 1 шай қасықтан күніне бірнеше рет ішкізесіз. Алтыншы: ірі қара бұрыш. Улануға керемет ем болып табылады. Ал ішті тоқтату үшін 4-5 дана бұрышты 1 стакан сумен бірге ішесіз. Шайнауға болмайды және кішкентай балдарға да беруге болмайды. Бүгінгі пайдалы ақпаратым сіздерге ұнады деген сенімдемін. Маған лайк басып, каналыма жазылыңыздар. Сұрақтарыңыз болса комментарияға жазыңыздар. Міндетті түрде жауап беремін. Көріп тыңдағандарыңызға рахмет.